Баршаға ассалому алейкум достар. Сіздермен спорт жаңалықтары видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Бивол мен Бетербиев бойы қалай болды? Қайтадан судьялардың көпшілік дауысымен, бірақ қазір Дмитрий жеңіске жетті. Артур Бетербиев пен Дмитрий Бивол арасындағы екі жекпе-жектің ұйымдастыру жолы қандай ерекше болды? Ұйымдастырушылар жартылай ауыр салмақта абсолют әлем чемпионы атағы үшін екі ресейлік арасындағы алғашқы жекпе-жек бірінші жылы дайындалды. Араб промоутерлігі араласпаса ештеңе болмауы екітілай еді. Кейінірек Бетербиевте жарақат алды. Соның салдарынан жекпе-жектің кейінге қалдыру тура келді. Артурдың сауығып кетуі және рингке тез оралғаны жақсы болды. Кәсіпқой бокс 2025 жылы титулдық жекпе-жек Артур Бетербиев пен Дмитрий Бивол жеңісі. Дмитрий Бивол екінші жекпе-жекте мүлде басқаша өтті. Реванш дәл осы күні кешке дерлік белгілі болды. Бетербиев Биволдың төршілердің басым даусымен жеңді. Дегенімен, бірінші жекпе-жектің нәтижесі тым тартысты болатынын ешкім күмәнданбады. Реванш тез ұйымдастырылды, бірақ бұл туралы болжау жасау әлі алғысыз міндетті болды. Бетербиев бұдан да жақсы ойын көрсету керек еді, өйткені ол жарақатын толығымен сауықтарды. Бивол жасын және бапкерлерінің жұмысына байланысты жақсырау мүмкін еді. Жалпы жекпе-жек шиеленісті және драмалық болды, деп уәде берді. Бірақ оның бұдан да әсері болатыны шындық емес. Рингке спортшылар тым шеберлі болды. Күткенде бірінші раундта ешкім мәселені мәжбүрлегені жоқ. Бетербиев рингте ортасына алды, бірақ оның қысмы формалардық көрінді. Боксшылар асықпай қорғанысқа ерекше көңіл бөлген. Бивол сәл белсендірек көрінді. Екінші раундта Артур айтарлықтай агрессивтік басты, бірақ Бивол чемпионның күші соққыларының жылдам серияларымен жауап беріп, қарқынның арттырды. Келесі 3 минут шамамен дал осылай өтті. Жекпе-жек жалпы алғанда бұрынғыларды еске түсірді. Мұнда Дмитрий де бастапқы сегменттерді айтарлықтай белсенді болды. Бетербиев қарсыласын аяғының түк тұрғызуға тырысты. Ол көбінесе тамаша аяқтың арқасында қашып кетті. Турнирдің ең маңызды оқиғалары. 4-ші раундта Бетербиевтің күшті соққылары қорғануға назар аударған Бивол әрине шабуыланды. Чемпион қарсыласын үнемі қуып қатты соққылармен толық қуатталған көрінеді. 5-ші 3 минутта кезін осында ырғақпен өтті. Дмитрий мүмкін өз күшін сақтауды шешті. Оның жағында да тағы шабуылар жеткізілікті болды, бірақ Бивол әлі де зиян келтірді. 6-ші раундта жалпы қарқын төмендетті, бірақ Бетер барбір рингке бақылып үстеме жаққа қарады. Бірінші жекпе-жектен кейін осындай қызып қырталас айналған төршілердің ұпайы тізімдері еске алсақ, реванштың ортасына қарай бері тағы да тарысты болып көрінді. Бивол бірінші раундтарды сөзсіз жеңіске жетті. Содан кейін Артур ойынға шықты және ол қаттықырақ соққы берді. Дегенімен төршілердің соншалықты қиын пән болғандықтан 7-ші раундта есеп мүлдем болмау мүмкін еді. Бивол алды қарсыласын қарағанда азырақ соққы берді. Дмитрий эпизодтарға көбірек қатысты, бірақ өте жарқын. Ал Бетербиев ретінде үнемі жұмыс істеуге тырысты. Дмитрий 8-ші раундта өте жақсы бастады. Оның қарсыласын әлді қайды күшті орындады. Бивол қарқыннан арттырып, ақылды түрде қарсы шабуыл жасап, чемпион соққылары мен апперкоттарды жауырдырды. Бетербиев жерлесін қуа берді, бірақ қонуды тоқтатты. Дмитрий өте жақсы жұмыс істеді. Алдыңғы жекпе-жекті нақты қорытынды жасады. Одан да істеді. Алдыңғы жекпе-жекті нақты қорытындысы жасады. Ода сәтсіз аяқталу ол үшін өліммен аяқталды. Артур ұпайы саны бойынша жеңу өте қиын болатынын түсініп, нокаутқа түспек болды. Дегенімен 11-ші раундта Бивол ерлікпен жұмыс істеуді жалғастырып, қарсыласын толықтай басым түсті. Ұлы шайқасының соңғы 3 минутында сурет ұқсап болды. Жігіттер барынша шайқастық. Дәлірек айтсақ болады, дейді
Сіздермен спорт жаңалықтар болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Жәнібек Әлемханұлы жайлы да болады. Баршаға рахмет.